Біз осыған дейін сіздерге йогуртты, сүзбені, сүтті тағамдарды дүкеннен қалай таңдау керектігін айтқан едік. Бүгін сүт өнімдердің ішіндегі жоғары калориялысы ірімшік жайлы айтамыз. Дүкен сөрелерінде ірімшіктер түрлі қаптамада, әр түрлі бағамен тұрады. Олардың атауы бір болғанмен, бір-бірінен ерекшеленіп тұратыны қасиеттері бар. Бірі ащы, бірі қатты, енді біреуі көгерген болады. Көгерген ірімшіктер тежейді, әсіресе италиялық асханалардың мәзірінде көп кездеседі. Ірімшіктің ішіндегі ең пайдалысын, сапасы жоғарысын қалай таңдаймыз? Неге назар аудару керек? Технологтың кеңесіне назар аударайық. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін біздер сіздерге ірімшікті дүкенде қалай дұрыс таңдау керек екендігі туралы айтамыз. Жалпы ірімшік белокқа өте бай болып келетін сүт өнімі. Негізінен нағыз ірімшік ол дегеніміз сиырдың тұтас сүті және де сүтқышқылды микроорганизмдер, сонымен қатар сычужда фермент, яғни ұлтабар ферментінің қатысуы негізінде жүзеге асады. Негізінен 1 килограмм ірімшікті алу үшін шамамен 10 литрден артық таза сүт керек екен. Сондықтан тұтынушыларға айтатын ең бірінші кеңес, негізінен нағыз сапалы таза ірімшік ол арзан бағада тұрмайды. Екіншіден, міндетті түрде қаптамадағы жазуға үлкен көңіл бөлу керек. Қаптамада негізінен өнім ірімшік немесе ірімшікті өнім деген жазу болуы мүмкін. Ірімшікті өнім мен ірімшік бір-біріне өте ұқсас болып келеді, дегенмен ірімшікті өнімді анықтаудың бірқатар белгілері бар. Мысалы, мына өнімді қазір біз ірімшікті өнім екендігін көреміз. Оны мынадай бір бөлікке кесіп, бөлігі негізінен 90 градусқа бұрған кезде сынуы керек. Міне көріп тұрғаныңыздай, яғни бұл өнім нағыз ірімшік емес, ірімшікті өнім екендігін көреміз. Сонымен қатар, оның нағыз ірімшіктің иісіне келетін болсақ, ода артық химикаттың немесе басқада аштықының иісі болмауы керек. Өзіне тән қышқылтым дәмі және де тығыз консистенциясы болады. Ірімшік негізінен өзінің консистенциясына байланысты қатты ірімшік, жұмсақ ірімшік, балқытылған ірімшік деп бөлінеді. Мына жерде көріп тұрғанымыздай балқытылған ірімшіктің бірі көрсетілген. Оның құрамында өте жоғары мөлшерде калий натриевый селитра, яғни Е252 деп аталатын қосылыс кездеседі. Сондықтан да гипертониямен ауыратын адамдарға балқытылған ірімшікті өте аз мөлшерде пайдаланған жөн. Тұтынушыларға тағы да айтатын кеңес, ірімшікті таңдау барысында негізінен өндірістік қаптамадағы ірімшікті таңдағандар дұрыс. Өйткені ол жерде ірімшік туралы толық ақпарат болады. Негізінен ірімшіктің түрлері өте көп, сақталу мерзімі де әртүрлі болып келеді. Негізінен қаптаманы ашқаннан кейін ірімшікті 10 күннің ішінде қолданулары керек. Осы кеңестерді ескере отырып, тұтынушыларға сапалы тағам алуға кеңес береміз.